күйеуі бар әйел изменаны не үшін жасайды қазір қоғамда? Бірінші, еркек әйелі үшін, бала шағасы үшін жауапкершілігін жоғалтқан кезде, яғни ата-анасының алдында да жауап бере алмайды, туысқандарын, достарын, әйелін всегда виноват қылып, өзін және өзінің туысқандарын прап қыла беретін болса. Екі, сараңдық дейді да, ештеңе қимайсың әйеліңе, ештеңе алып бергің келмейді, сылтау просто. Арақ ішесің, пиво ішесің, темекі шегесің, әлем ойнайсың, бірақ әйеліңе деген бір нәрсе алып беруге қимау. Үшінші, ол әйеліңмен салғыласу, мысалы, асырап баққаныңды міндетсіну. Міндетсінсең, мен бүйтіп жатырмын ғой, мен ананы сөйтіп жатырмын, саған бәрі оңай. Оның бәрі ол, міне осындай, осы үш нәрседен әйел жалығып кетеді. Сөйтеді да ода ой туады, измена деген. Сосын шығасыздар, мысалы, еркектер. Ой, әйел измена жасап тозаққа барады деп, ал өзіміздің измена жасап жүргеніміз бізді жұмаққа апарады деп кім айтты? Измена деген жалпы еркекке де, әйелге де харам нәрсе. Негізі дұрыс емес, ол изменаны мен қолдамаймын. Бірақ мына қазір қоғамда өмір сүріп жатқан әйелдер амалсыздан бала шағасы үшін жүрген әйелдер көп бізде. Мен бәрі демеймін, мен жаса деп те айтпаймын, Құдай сақтасын. Міне, осыны жасамаудың тәсілі, осы тәсілдерді қолданбаңыздар да. Егер қолданатын болсаңыздар, рано поздно әйелдеріңіз ойлары кетеді басқа біреуге. Сізден күтпеген нәрсені басқа еркектен күтеді. Сол себепті әйелге деген бекем болу керек. Сол кезде біздің қоғамда измена деген жасалмайды әйелдердің. Ал бізде қазір әйелдер бұрын еркектердің изменасы хит болып жатыр еді, қазір әйелдердің изменасы өршіп жатыр, күйеуі бар. Енді бір жағынан олар түсінуге болады. Күнде ұрсаң, асырап баққан міндетсең, дінде айтылып тұр ғой. Еркек асырап бағу міндетті, салғаспа дейді, дінде айтып жатыр да әйеліңе. Салғаспа. Егер сен салғассаң, сен қатыннан ешқандай айырмашылығың жоқ дейді. Міне, осы нәрсе жасасаң, әйелді қартайтып жібересің. Дәл осылай шаршап жүрген әйелдер көп қазір. Міне, сол себепті құрметті азаматтар, бәріміз осы нәрсені отбасыға берік болып, жауапкершілікпен әйелімізге бекем болайық. Ата-анамыздың алдында сөйлей алайық, мәңкиіп тұрмай. Ойбай, мынау анам екен, мынау әйелім екен деп. Ата-ана бірінші тұрғанымен әйелден, бірақ ешқандай жер жазылып тұрған жоқ. Ата-анаң үшін әйел бала шағаңды қаңғытта, әке-шешенің қасында азынан кешке дейін отырады екен. Ешқандай жер жазылып тұрған жоқ.